осы Абдығапар Усманов өтіп кеткеннен қалайдыр бір Сарыағашқа барып па, бір медреседен барып қызмет қылайын деп едім, бір үлгермей қалдық та. Соның үшін азыр енді бұл басқа біреу рия не қылып тұрған жоқпын. Басқа біреуге көрінейін деп тұрған жоқпын да. Шын жүрегімен осы Аллах Тағала дуа қылды да. Осы Абдығапар ұстаздың медресесіне осы қырғыз бауырлардың атынан, енді қазақтардың медресесі ол біздің медресеміз. Қырғызстанның медресесі сізден біз бір туысқанбыз ғой бардығымыз. Өзімізге қандай қаласақ, Қазақстанда қандай дін өркіндей беретін болса, медреселер көбейтін, Қырғызстанда көбейтін қаласақ, Қазақстанға да осыны қалаймыз. Бір-бірімізге дуа қылайық. Малайзияда бір жігіт айтады, бір рет қана көріскен екен да, соны айтады, Арман болса аты, мен атым Арман, сен атым Білім болса, екеуміз ақыреттік дос болайық. Осы Майданадан көрістік қой, енді Қазақстандан көрісеміз бе, көріспейміз білмейміз. Бірақ бір-біріміздің беттерімізді көріп қалдық қой. Сол қияматқа барған кезде айтатын еді дейді да. Осылай қырғыз бауырларды көрген едім мен. Осы, Алла, неге олар бейішті көрінбейді? Сен оны шығарып бер деп, бір-бірімізді іздейтін ағайынелерден болайық дейді да. Осылайда бір-біріміз мұсылман болайық дейді. Осы қырғыз бауырлардың атынан, өзіміздің атымыздан Арман ұстазға мен бір $1000 беріп жіберейін деп едім. Осы $1000 Арман ұстазға тапсырып қойын, рұқсат етіңіздер, бір санаңыз, мен бір 9 қылдым, бір 10 қылдым. Шүкір жақсама. Білім Қажеке, ассалаумалейкум рахматуллахи баракату. Бұл Қажекең, Абджапар Қажекең қолында Фирдаус Жаннат деген топта жұмыс жасайды. Медресеге толығымен қызмет қылады. Сіздің аманатыңызды тапсырдым, иншалла Ғаппар Қажекеңе дұға қойыңыздар. Сол сізге қырғыз бауырлар сіздерге не қылып жатыр. Абджапар Қажекеңе сәлем деңіз. Абдығапар Қажекеңе бір дұға қоярсыз. Қырғыз бауырлардан сәлем дейсіз, иншалла. Жақсылығын берсін. Аллаға